Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін менде мынандай қызық жағдай. Mazda 323 мыльница автокөлігі. Автокөліктің келу себебі автокөліктің зажиганиясы өшірген жағдайда автокөлік өшпейді. Өйткені ол габарит арқылы қосылып қалады. Себебін былай іздедік, қысқа тұйықталуы мүмкін. Ары қарадық, шаштық, көрдік. Ең соңында бізде себеп предохранительдің сыртқы қорабын алсақ, бізде предохранитель болмау керек жерде предохранитель қосулы тұр екен. Сол предохранительдің кесірінен бізде автокөлік кілтпен өшпейді. Автокөліктің габаритін өшірген жағдайда ғана өшеді. Қазір алып көреміз. Өйткені бұл болмау керек предохранитель. Енді көреміз. Зажигание қосамыз, қосылады. Габарит қосулы. Бірақ бізде енді кілтпен өшеді. Сондықтан предохранитель жоқ жерлерге предохранитель салуға болмайды. Назар салғандарыңызға рахмет.